Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге еңбекті қорғау пәнінің оқытушысы Райхан Алишарқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз өрт қауіпсіздігінің сипаттамасы. Сабақтың мақсаттары. Білім алушылардың өрт қауіпсіздігі туралы түсініктерін қалыптастыру, өрт қауіпсіздігі ережелерімен таныстыру. Білім алушыларды қауіпті жағдайларды тез бағалауға, оны жеңу үшін оңтайлы шешім қабылдауға дағдыландыру. Өзін-өзі сақтау сезімін, өндірісте қауіпсіздік техникасын сақтау үшін жауапкершілік сезімін қалыптастыру. Өрт қауіпсіздігі үшін кәсіпорын басшысы жауапты, ал кәсіпорын бөлімшелеріндегі жауапкершілік осы бөлімдердің меңгерушілеріне жүктеледі. Өрт басқарылатын және басқарылмайтын болып бөлінеді. Басқарылатын өрт кезінде ең алдымен өрт сөндіру қызметіне хабарласу қажет. Содан соң адамдарды эвакуациялау және материалдық құндылықтарды құтқару, өрт сөндіру құралдары мен өрт ошақтарын сөндіру жұмыстарына кіріседі. Басқарылмайтын өрт кезінде тек қана жедел түрде өрт сөндіру қызметіне хабарласу қажет. Өрттің алдын алу шараларына қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқау жүргізу, оны қауіпсіздік техникасы бойынша журналға рәсімдеу, жауапты тұлғалар қауіпсіздік ережелерінің сақталуын бақылау, жабдықтарды қорғаушы жерлестіруін тексеру, жанғыш заттардың, киімнің, шүберектің жануын болдырмау, ғимараттарды жобалау және қайта құру кезінде құрылыс әрлеу материалдарын таңдауға назар аудару, қызметкерлерді өрт сөндіру құралдары мен өрт сөндіргіштерді пайдалануға үйрету жатады. Өрт сөндіру құралдарының бірнеше түрлері бар. Соның ішінде су, өрт сөндіру үшін ең жиі қолданылатын бірден-бір құрал. Судың өртті сөндіруге кең қолданылатын себебі оның жоғары өрт сөндіргіш қасиеттерімен түсіндіріледі. 1 килограмм су буланғанда одан 1700 литр бу құралады. Бірақ сумен тез тұтанатын сұйықтықтарды, отқа қауіпті сұйықтықтарды, кернеудегі электр сымдары мен қондырғыларды 1300 градустан аса температурада қызған металлды сөндіруге болмайды. Көбік өрттің басталған кезінде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды сөндіруге арналған, бірақ кернеудегі электр сымдары мен қондырғыларын сөндіруге болмайды. Көмірқышқыл газ жанбайды және жануды қолдамайды. Оны жоғары кернеулі электр құрылғыларын, іштен жану қозғалтқыштарды және құнды материалдарды сөндіру үшін қолданады. Артықшылығы заттарды бұзбайды, диэлектрик, жасырын кеңістіктерге жақсы өтеді. Ал кемшілігі көп мөлшерде улы. Өртке қарсы су құбыры шаруашылық ауыз сумен немесе өндірістік сумен біріктіріледі. Өрт гидранттары сыртқы су құбыры желісінің құдықтарында болады және көше бойында орналастырады немесе ғимараттарда орнатады. Өрт сөндіргіштердің 4 түрі пайдаланылады. Ұнтақты, химиялық көбікті, ауа механикалық көбікті, көмірқышқылды. Кішкене өрт ошақтарын киізбен, содамен, құммен, хлорлы кальциймен немесе асбест көрпелермен сөндіруге болады. Сонымен қатар бүріккіштер, спинклерлік және дренчерлік қондырғылар қолданылады. Өрт дабылын беру адамның қатысуымен және адамның қатысуынсыз болып бөлінеді. Соның ішінде өрт дабылы адамдар көп жүретін жерде орнатылады. Дабыл беру үшін шыныны сындырып, астындағы түймені басу қажет. Автоматты өрт дабылының
түтінге сезімтал, жарыққа сезімтал және жылуға сезімтал түрлері болады. Өрт қалқаны тек қана қызыл түске боялады. Қалқандағы шелек неліктен конус тәрізді деген сұрақтар көпшілікке қызық болуы мүмкін. Оның бірнеше жауаптары бар. Бұл пішіннің үлгісі шелектерді өндіруде материалдың шығындарын едәуір азайтады. Шелектің тарихына келетін болсақ, ұзақ уақыт бұрын кеменің шелектері бірнеше кенептен конуспен тігілген. Бұл оңай әрі ыңғайлы. Негізінен бұрынғы матростардан тұратын Англиядағы алғашқы өрт сөндіру бригадалары шелектердің бұл түрін қолданады, және олардың тәжірибесі бүкіл әлемге тарады. Конустық шелек өрт қалқанынан ұрланбайды, өйткені ол тұрмысқа қолдануға жарамсыз. Шелектің мұндай түрі қысқы уақытта су айдындарында шұңқырларды, мұздарды тесуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, конусты шелекпен құмды алуға ыңғайлы. Қызметкер өрт анықталған жағдайда ол туралы өрт күзетін дереу хабардар етуі тиіс. Азаматтар өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, жұмыс орнында алғашқы өрт сөндіру құралдарын ұстауға міндетті. Азаматтардың өрт болған жағдайда өмірін, денсаулығын және мүлкін қорғауға құқығы бар. Өрт қызметі келгенге дейін адамдарды, мүлікті құтқару және өртті сөндіру жөнінде қолдан келген шараларды қабылдауы тиіс. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті сайтынан алынған республика аумағында 2020 жылдың 3 айында болған табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы шолу ақпаратына сәйкес 112 телефонына келіп түскен 10.095 дабыл санының ішінде өртке тиесілі 2151 жағдай. Өрт туындайтын негізгі нысандардың ішінде өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар 2% ғана құрайды. Өрттің пайда болу себептеріне келсек, көрсеткіштер төмендегідей. 34,9% электр жабдықтарын техникалық пайдалану және монтаждау қағидаларын бұзу. 27,6% отты абайсыз қолдану. 21,5% пештерді орнату және пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын орындамау. 5,3% әдейі өртеу. 4,8% тұрмыстық электр аспаптарын дұрыс қолданбау. 2% балалардың отпен ойнауы. 0,9% тұрмыстық газ, керосин және басқа құрылғыларды пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу. Өрт кезінде қызметкерлердің әрекет ету алгоритмі. Дереу 101-112 қызметіне хабарласу. Ғимараттағы адамдарға қауіп туралы хабар беру. Жеке қорғаныс құралдарын кию, бір-біріне көмек беру. Ғимараттан тез арада кету. Күшті түтін мен жоғары температура кезінде еңкейіп не жорғалап шығу керек.
Өмірін қауіп-қатерге тікпейтіндей өрт сөндіру жұмыстарына қатысу. Өрт сөндіру қызметі келгенде өрт туралы ақпаратты беру. Өрт тілсіз жау. Ол негізгі қауіптіліктердің бірі болып табылады. Өрт жыл сайын ондаған мың адам өмірін алып кетеді. Миллиондаған адамдарды баспанасыз қалдырып, дүниежүзілік экономикаға орасан зор зиянын келтіреді. Сондықтан өрт қауіпсіздігі талаптары қатаң сақталуы тиіс. Өйткені сіздің әрекеттеріңізге өзіңіздің өміріңіз ғана емес, өзгенің де өмірі тәуелді. Құрметті білім алушылар, үйге тапсырма. Бірінші, қауіпсіздік техникасы оқулығынан 7-ші параграфты оқу. Екінші, білім KZ-ге жүктелген бақылау сұрақтарына жауап беру. Сау болыңыздар.